Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы мәтін және оның түрлері. Сабақтың мақсаты мәтін түрлерін білемін. 17-ші жаттығу. Суреттерге қара, әрқайсының мазмұнына лайықты мәтінді таңдап ал. Бірінші, сынып оқушылары терезе алдындағы гүлдің топырағы қопсытады. Оған уақытылы су құйып тұрады. Екінші, құмырадағы гүл өте әдемі, оның қып-қызыл гүлдері көздің жауын алады. Хош иісі мұрынды жарады. Үшінші, Айболға мұғалім ескерту жасады. Өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынған еді. Құрметті оқушылар, төмендегі сұрақтарға жауап берейік. Бірінші мәтінде кім және не туралы айтылған? Бірінші мәтінде сынып оқушыларының гүлінің топырағына су құятындығы туралы айтылған. Балалар алдымен не істеді? Балалар алдымен терезе алдындағы гүлдің топырағын қопсытты. Одан кейін оған уақытылы су құйып тұрды. Болған оқиғаның ретін көрсетіп тұрған қимылды білдіретін сөздерді ата. Қопсытады, су құйып тұрады. Осы мәтінге қандай сұрақ қоюға болады? Бұл мәтінге оқушылар не істеді деген сұрақ қоюға болады. Бірінен кейін бірі болатын әрекет пен оқиға жайлы айтылып, хабарланатын мәтін әңгімелеу мәтін деп аталады. Әңгімелеу мәтініне не болды, не істеді сұрақтары қойылады. Қай мәтіннің сөйлемдері қандай гүл деген сұраққа жауап береді? Дұрыс айтасыздар. Екінші мәтіннің сөйлемдері қандай гүл деген сұраққа жауап береді. Заттың немесе құбылыстың сын сипаты берілген мәтін сипаттау мәтін деп аталады. Сипаттау мәтініне қандай сұрақ қойылады? Үшінші сурет пен оған мазмұны сәйкес келетін мәтінге назар аудар. Айбол неліктен ескерту алды? Өйткені ол гүлді жұлды. Дұрыс айтасыздар. Сен Айболдың орнында болсаң, мұғалімнен кешірім сұрар ма едің? Үшінші сурет бойынша пайымдау мәтінін құрастыруға болады. Пайымдау мәтіні 3 бөліктен құралады. Бірінші бөлікте түсіндіруді, дәлелдеуді қажет ететін ой айтылады. Айболға мұғалім ескерту жасады. Екінші бөлікте түсіндіру, дәлелдеу пікірі беріледі. Өйткені ол гүлді жұлып алып мұғалімге ұсынды. Үшінші бөлікте қорытынды пікір беріледі. Ол кінәсін мойындап, мұғалімнен кешірім сұрады. Пайымдау мәтініне неліктен сұрағы қойылады. Құрметті оқушылар, 18-ші жаттығуға назар аударайық. Суреттерге қарап, біздің сынып тақырыбында әңгімелеу, сипаттау мәтіндерін құрастырып көр. Қай мәтін түріне сурет берілмеген? Әңгімелеу мәтініне сурет берілген, сипаттау мәтініне сурет берілген және де соңғы пайымдау мәтініне сурет берілмеген екен. Пайымдау мәтініне қандай сурет салуға болады? Сызбаны пайдаланып, пайымдау мәтінін құрастырып жаз. Олай болса, біздің сынып тақырыбында әңгімелеу, сипаттау және соңғы бөлігі пайымдау бөлімін қосып, мынадай әңгіме құрастырып көрейік. Мәтін құрастырып көрейік. Біз 2-ші сыныпта оқимыз. Сыныпта 30 оқушы бар. Мұғаліміміз бүгін бізге достық тақырыбында сабақ түсіндірді. Бізге сабақ қатты ұнады. Біздің сыныбымыз үлкен, әрі жарық. Сыныпта орындық, тақта, парта барлығы бар. Біздің сыныпты мұғалімдер үнемі мақтайды. Себебі оқушылар өте алғыр, өнерлі әрі білімді. Сондықтан мен өз сыныбымды жақсы көремін. Құрметті оқушылар, осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Егер сабақ сіздерге пайдалы болған болса, міндетті түрде арнама жазылып, лайк басып, төменге пікір қалдыра кетіңіздер. Келесі сабақта жолыққанша, қош сау болыңыздар.